Сәлем достар, сәлеммен біргеймін бір ал кейді атармасы. Бүгінгі видеоролик демесіндерге майда шығатын керемет абылау линиядағы скиндарды көрсететін боламын. Ал егерде достар, көп лайк подписка болса келесі видео шығады. Достар, мынаған қараңыздаршы, бізді 61,9% адам подпискасыз көреді. Сондықтан да достар, лайк басып подпискасыз ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ал бізде бірінші скиніміз бұл скин баяға, яғни бұл скинді бая жасыл түсті. Ботинкасы қоңыр, денесі жасыл, арасы да жасыл түсті, бірақ та денесі қоңыр түсті. Ал бұл жерде біздің бұл скинімізде бая әппақ, ал шапкасы бұл кепка, яғни кепкасы бір құстың басы сияқты. Ал мұның жерінде иығында бұл жерде керісінше ара емес, бұл бүркіт, яғни араның орнына бүркіт. Бұл да өте керемет, маған да ұнады. Ал енді біз келесі скинімізге кеттік. Ал енді біздің келесі скиніміз яғни бұл скин бибиға. Бұл бибидің скинда, бұның үстінде қызыл кофта, ал ішінде розовый футболка, бұтында шорты, қара, аяғында қара кроссовки ма, ботинка ма бірдеңе. Ал енді мен жерде битаның орнына бұда теннисный таяқ. Ал ультасын қолданғанда сағыз шығатын. Ал енді бұл сағыздың орнына бұл жерде теннистің добы. Ал ендеше келесі скинімізге кеттік. Енді ал бұл скиніміз тағы бір бибиға, бірақ та бұл жұмыртқа биби, яғни бұл биби жұмыртқа. Бұл енді кішкене күлкіністі көрінеді, бірақ та Supercell компаниясы осындай бибиді шығаруы мүмкін, яғни оның басы жұмыртқа тәрізді, денесі де басы жұмыртқа тәрізді форма. Ал біздің достар келесі скиніміз баяғы достар. Бұл скин өте керемет. Бұл енді инопланетян тәрізді, космос тәрізді, яғни бұл скафандр сияқты. Бұл баяның бір скафандр сияқты. Бұл жерде бұл бір скафандр сияқты бірдеңе киіп алған, қара мен қызыл араласқан, өте керемет. Ал бұл жерде бұның арасының орнына былайша айтқанда летающая тарелка. Менің видеомды кім соңына шейін сүйсініп қарап отырған көрермендеріме рахмет. Ал енді достар, тағы да бүгін бір видео шықсын десеңіздер, лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Ал ендеше сау саламатта болыңыздар.